85 мың теңгеге өмір сүруге бола ма? 85 мың теңгеге әрине өмір сүруге болады, бірақ әр салада қазір еңбек ақының мөлшері өсу керек. Осы методикамен біз қазір айналысып жатырмыз. Яғни еңбек вице-министрі 85 мың теңгеге сіз өмір сүре аласыз, дұрыс па? Сізге жетеді? Енді сұрақ жеке сұрақ болып тұр ғой. Енді ол жеке сұрақ емес, ол бір кітапханашының өмірі. 85 мың теңге алып отыр. Мен өзім жеке басыма қатысты сұрақ қойып тұрған жоқпын сізге. Мен неге бұл сұрақты қойып тұрмын? Неге біздің шенеуніктер депутаттардың бастамасын күтіп отырасыздар? Сіздер бұл жалақының осындай көлемде екенін баяғыдан білесіздер. 30 жылда өзгермеген ештеңе. Неге сіздер енді бастама көтергенде ғана қозғалып жатырсыздар біріншіден? Бір жерде мен сізбен келіспеймін. Осы жұмыс 2022 жылда басталды. Жыл сайын 20%-ға көтеріліп жатыр.